Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылардың қатарынан бірінші болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін баса кетіңіз. Ресей қазағы Димашқа арнап күй шығарды. Отандастар қорынан Олжас Беркінбаевтың хабарлауынша, Ресейдегі қандасымыздың қазақтың маңдайға біткен жұлдызы Димаш Құдайбергенге арнап шығарған күйі Димаштың байжұмасы деп аталады. Күйдің авторы Ресейдің Алтай өлкесіндегі Қосағаш ауданындағы қандасымыз Жанайдар Нұрсалиев. Күйді орындаушы оның ұлы 12 жастағы Нұрдәулет Нұрсалиев. Жалпы әр күйді бір тұлғаға арнағанда байжұма деген тіркес болған. Құрманғазының байжұмасы Динаның байжұмасы деген. Сондықтан да күйді Димаштың байжұмасы деп атадым. 18 ғасырдың аяғы мен 19 ғасырдың басында байжұма атты күйші өмір сүрген. Бізге жеткен туындысы қарт байжұма күйі. Байжұманың осы шығармасын күйдің ерекше түрі ретінде түсініп, соған еліктеген күйшілер Құрманғазы, Дәулеткерей, Түркеш, Дина Науша орыншылар өз байжұмаларын шығарған дейді алтайлық автор. Жанайдар Нұрсалиев қазіргі таңда Қосағашта домбыра мектебінде сабақ береді. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видео ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.